Баршаңызға сәлем. Мен Айгерім Бақытжанқызы, аллерголог-иммунолог дәрігермін. Бірақ бүгін мен немере және интервьюер рөлінде боламын. Бүгін өте ерекше подкаст, себебі бүгін менің ең қымбатты жандарым, атам мен әжем қонақта. Бұл менде бірінші тәжірибе болғандықтан, бұл ой менде біраздан бері жүрген болатын. Осындай ата әжемнің жүріп өткен жолдарын, еңбектерін, өмір тарихтарын бір жазба ретінде таспалап қалсам деген бір ниет болған еді. Сонымен атаға айтып едім, келісе кетті. Сонымен енді бүгін сіздер туралы бір қысқаша ақпараттарды мен сұрақтар қылып қойып отырсам, сіздер жауап беріп отырсаңыздар, бұл мен үшін үлкен мәртебе болар еді. Мен шамалы қобалжып отырмын. Сіздерден қобалжып отырмын. Бірден сұрақтарға көшпей тұрып, көрермендерге сіздер туралы таныстырып өтірсем. Менің атам Тұрмағамбет Асанұлы 1943 жылы Қызылорда облысына дүниеге келген. Еңбек жолын қарапайым механизатордан бастап, кейін әртүрлі жауапты қызметтерді атқарған. Совхоз директоры да болған. Өмір бойы елге қызмет етіп, еңбегі үшін көптеген марапаттарға ие болған жан. Сонымен қатар қазір атам зейнетке шықса да тоқтамай бірнеше кітап жазып, өз өмірімен ұрпаққа өнеге болатын дүниелерді қағаз бетіне түсірілген. Ол кітаптарда мінекей артымызда толтырып қойып қойдық, кейіннен қазір таныстыра жатамыз. Ал аяулы әжем Күлияш Мулянқызы, ол да 1943 жылы дүниеге келген. Ұзақ жылдар бойы ұстаздық қызмет атқарған, балаларға білім беріп, үлкен құрметке ие болған ардақты ұстаз. Осындай еңбекке толы өмір жолынан өткен жандар мен үшін өте үлкен мақтаныш. Және де бұл әңгімеміз әдемі өрбиді деген үміттемін. Енді әңгімені өздеріңізге берсек. Қазақта өлі разы болмай, тірі байымайды деген сөз бар. Яғни кеше бізде Асановтар әулеті үшін өте үлкен ас өткізілді. Бұл яғни өткенге тағзым, ұрпақтың өз тамырына деген құрметі деп ойлаймын. 24 наурыз күні бұл бізде жаңағы ата-аналардың рухына арналған үлкен ас болды. Сол күннен көп ойлар, жаңа естеліктер мен ерекше сезімдер қалды. Сол себепті бүгін әңгімені солдан бастасақ па деп отырмын. Ең бірінші сұрақ ата өзіңізге, кеше өткен ас сізге қандай әсер қалдырды? Сол күні қандай сезімде болдыңыз? Сол туралы тоқталып кетсеңіз өзіңіз. Ой, қызым, рахмет. Мынау сол ас өткізу барысында үлкен дайындық жұмыс жүргіздік. Өйткені әкемнің қайтыс болғанда 80 жыл, анамның қайтыс болғанда 25 жыл. Оған бүгін балдарым бәрі қатысты. Енді сол бейнебаян дайындадық. Бейнебаян дайындағанда әкемнің болса да кезінде 46 жыл қайтыс болған, жаңғыз ғана суреті қалған. Сол суретті інісі сақтаған, портретке түскен сурет. Сол сурет өзім отбасымыздың мұрағаты болып қалған. Ал енді анамның суреттері бар. Сонда бейнероликте бірақ жаңағы бейнебаяны бар. Анамның өзінің сөзімен жазылған. 1997 жылы ұлымыз 6 ай үйленгенде сол тойда жазылған. Содан ғана үзінді. Сонымен дайындап болдық. Бірақ өзімнің кеуілімде аят деген деген бір кеуілімде бір өкініш қалды. Кезінде неге анам туралы мүмкіншілік болды. Ол кісі 2001 жылы қайтыс болды. Олар бейнебаян 97 жылы түсті. Әлен сол 4 жылда да Алматыда тұрып, сол анам туралы бір қысқа болса да бір бейнебаян түсіртіп алмаған екенмін деген өкініш болды. Ал енді ол өткен өмір өтті ғой, дегенмен естелік бар, естелік қалды. Ал өзім одан басқа анам қайтыс болғаннан кейін осы шығармашылық жолда қолға алып, осы анамды, әкемді, менің тәрбиелеген
ата әжелерімді, басқа менің маңайымда болған жақсы адамдар туралы бір естелік кітап етіп жазып, ұрпағыма қалдырсам деген бір мақсат болып, сол 2001 жылдан бастап шығармашылық жолды бастадым мен. Ал енді бүгін менің қызым Айгерім айналайын бізді осы бейнебаянда қалдырам деп, осы істеп жатқан бір өнегелі жұмыс, менің істей алмағанымды сен істейін деп отырсың. Рахмет. Иә, айналайын. Енді ас деген не? Естелік ол естелік ас өткізу деген сөз. Ол өмірден өткен ата-аналарыңа деген рухына тағзым. Ол еске алу. Адам өз тарихын білмегеннің ертеңі бұлыңғыр деген сөз бар қазақта. Егер өзіңнің өткен жақсыларының ең қымбат адамдарың туралы ұрпағыңа жеткізе алмасаң, ол сол перзенттің парызы, соның кемшілігі болып есептелінеді. Сондықтан енді түгел қатысты, немерелерім де қатысты, балдарым да қатысты, ағайын туған көзі көргендері бәрі қатысты. Естелік еске алынды. Бізде сол еске алсын деген мақсатпен соған жаңа бейнеролик дайындадық. Журнал естелік, қысқаша естелік дайындадық. Соның бәрі жақсы өтті деп ойлаймын. Ол ұрпаққа өнеге. Ол жаңағы атағымыз шығаруымыз емес, ұрпағымызға өнеге, кейінгі жастарға өнеге, сол асқа қатысқандардың ұрпақтарына өнеге болсын деген мақсатпен өткіздік. Жақсы өтті деп ойлаймын. Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді дейді. Әр адамның өмірінде ата-ананың орны ерекше. Осы орайда ата-анаңызды еске алғанда ең бірінші қандай естеліктер келеді? Олардан алған ең маңызды тәрбие өнегеңіз туралы айтсаңыз. Ата-ана деген балаға бәрін береді. Ата-анада қазақтан сөз бар. Баламның табанына кірген шөңге менің маңдайыма кірсін деген сөз бар. Осы сөздің философиясында бәрі жатыр. Адам баласы үшін, ұрпағы үшін не нәрсеге де дайын, қандай қиындыққа да дайын, не жасау керек, соның бәріне дайын. Ал енді біз ата-анамыздың тәрбиесімен өзі жетім өстім, анамның тәрбиесімен өстім. Менде балалық болған жоқ, шынын айтқанда. 6 жасқа дейін менде балалық болды. Содан кейінгі біздің заманымыз ең қиын заман. Соғыстан кейінгі жастығымыз, балалығымыз, дәуреніміз соғыстан кейінгі өтті. Ата-анамның қиындықтарын бәрін көзімізбен көріп өстік. Көзімізбен көріп. Мен енді бірақ мысал айтайын, кешегі 65 жылға дейін елдің жағдайы, тұрмысы өте нашар болды. Колхозда жұмыс істейді, еңбек күнге шамалы астық алады. 61 жылы ақша ауысты. Сонда мен колхозда механизатор болып істедім. Жалпы еңбек күнтала механизаторға еңбек табысы жоғары басқа қол жұмыс істейтіндерден. Соған 6 сом ақша аламын ғой, 6 сом береді, 10 тиын. Сонымен жұмыс істедік. Ал енді 61 жылы мен оқуға түскенімде, анам бір банкіде техничка болып жұмыс істеді. Сонда алатын айлығы 27 сом. 27 сомға бір банкінің 10 бөлмесін тазартады. 9 пешке от жағады, контрамарк пешке. Ол пешке от жағу үшін 9 пешке отын жарады, көмірін дайындайды. Сонда алатын 27 сом. Ал енді мысалға анамның бір сөзі бар сонда. Бірінші курсты бітіріп қыста каникулға келдім. Ананы көзімен көргеннен кейін сосын айттым, апа осы оқуды қойыңызшы мен. Сырттан ақ оқиыншы мен. Мына бейнет деген не деген сұмдық деп. Сонда анам айтқан, қарағым, оқуыңды оқы. Бұдан да заманды басымыздан өткізген адам. Мен енді сені оқытпасам, өзім өмір кешпеймін деп айтқан. Әне соның өзінде үлкен өнеге жатыр.
үлкен жанкештілік жатыр, баласы үшін жанкештілікке барып жатыр. Баласы үшін бәрін істейді ата ана. Ал енді соның тәрбиесін ол еш уақытта баланың жүрегінде ұмытылуға тиісті емес. Ол өзінің ұрпағына арнап жеткізу керек осыны. Солай қара. Бұл туралы мен аса білмеппін, бірақ енді өз аузыңыздан естіп отқандықтан үлкен еңбек, шырасымен де ата ана бала үшін барлығына дайын деген нәрсе шынымен де. Ал енді ата осы жолда балалық шақ туралы тоқталсақ, әр адамның балалық шағы оның өмірінен, яғни бір ірге тас сияқты қалай қаланса әрі қарай солай кетеді. Бұл туралы мен «Өмір өзен» кітабыңызда толық оқып шыққан болатын, бірақ біздің қазір қарап отырған көрермендер ол туралы білмейді. Сондықтан да кішкене болсын қысқаша тоқталып кетсек. Тағы да қай жерде дүниеге келдіңіз, балалық шағыңыз қалай өтті, бала кезіңіздегі армандарыңыз қандай еді, бір ең қымбат естеліктеріңіз бар ма, сол туралы бір бөлісіп кетсеңіз. Біздің ауылымыз кішкентай ғана шағын ауыл болды. Шағын ауыл деген колхозы Жалағаш ауданындағы. Сол колхозда біздің кезімізде 4 жылдық қана мектеп болды. 4 жылдық мектепте екі мұғалім бар. Класс біреу-ақ. Түске дейін 2 класс оқиды. Мына бөлменің бір жағында 1-ші класс, бір жағында 3-ші класс оқиды. Соған 45 минутта мұғалім кезек-кезек сабақ береді. Әшейін там, едені қолданбаған, жер там, сосын кәдімгі ескі парта, қағазда жетпейді. Сөмкі деген бізде өмірі болған емес. Жаңағы әжем бар тұғын, дорба тігіп береді, дорба. Дорбаның ішіне бір 2-3 дәптер салып аламыз, кітапта жетпейді. Сосын жарты тапа нан салып береді, сонымен сабаққа барамыз. Ал енді мен 6 жасымдан бардым. Мұғалім келіп, ауылға жаңада мұғалім келіп, сол жаңағы балдарды дізеді ғой енді. 7 жасқа толғандарды қабылдаймыз дейді. Ол кезде бұзық болып шаңалақта ойнап жүрген кезіміз ғой, ағыстың айларында. Сол мен тізімге қалмай кетті, қасымдағы балдар, 7 жасқа толғандар бәрі оқимыз деп мақтанып, бір университет бітірген адам ұқсап мақтанып қалды. Мен бір қорланып қалған сияқты адам болдым. Сөйтіп ойнап жүргенде бір ересек балдар береді ауыл. Мұғалім кетіп береді, көрдің бе? Сені оқыған маған мұғалім кетті. Сонан, ой, әкеңнің аузы, мен неге алмайсың сен мұғалім деп боқтап қашып, сөйтіп кетті. Мен енді әжем тәрбиесінде болдым ғой. Ертеңіне бәріміз 1-ші сентябрь оқуға баратыр. Әжеме салам, ойбай, әжем мен оқимын. Мені оқуға апар. Әжем шешем жұмсайды, мына баланы оқуға апар. Ана мұғалімге айт, жасы келмесе де қабылдасын деп тапсырып, анам жетектеп мектепке алып барды мен. Сосын шырағым, мен жылап баратырым. Кешеге боқтағаным бар еді, қалай бетіне қарай? Бетіне қарай алмайым. Ұялып, өліп баратырым. Сол жылап, сүмірейіп, барып, мектепке бардық, ана балдар бәрі отырып алған. Сосын, ай, қарағым, мынау кемпірдің тәрбиелеген баласы еді. Оқса оқуын алып кетсін. Алып кетпесе тәрбие алсын. Бұл 6 жаста. Енді осыны ал. Бұл батыр таныйым дейді анаш. Енді кеше ұмытпайды ғой, әкесін боқтаған болған. Сонымен ең артық партаға барып отырғызды, отыра берді. Отырдық, сол сабақ басталды. Оқитын түрім бар екен. Сол 1-ші класста грамотпен бітірдім. Ол кезде Ленин мен Сталиннің суреті бар, мақтау қағаз деген қағаз болатын тұғын. Bir жағында Ленин, bir жағында Сталин. Сол мақтау қағазда анам кеше өзі өлгенше өзінің сандығында 51 жыл сақтады. Апа, бұны неге сақтап жүрсін деймін. Немерелеріме көрсетемін. Әр сабаққа барғанда мына көрдің бе, әкелерің мынадай оқыған деп көрсетемін дейтін тұғын.
әне сондай біздің балалық шақ солай. Ал енді 4-ақ класс қыстырдық. 4 жылда бір жағында жаңа айтып отқан, бір класстың ішінде 2 класс отырады. Бір мұғалім сабақ береді. Ал енді қазіргі балдар білмеймін, барлық жағдай жасалған, дұрыс оқымайды. Біз содан жақсы оқып шықтық. Мен енді 16 жасында мектеп бітірдім, 10 жылдық мектепті. Мынау ауданда сол кезде 11 колхоз болды. 11 колхозда 4-ақ орта мектеп болды. Үшеуінде бір кәріс колхозы болды, сонда болды. Сосын бір 2 колхозда болды. Аудан орталығында болды. Көп балдар 7-ші класс бітіргеннен кейін ол ары қарай оқуын жалғастырмай, бәрі де мына колхозға жұмысқа кетті. Училищеге барды. Мен 10 жылдық мектеп сол аудан орталығында бітірдім. Енді мектепте жақсы оқыдым, жаман оқыдым деп айта алмаймын. Біз 2 Ақылбек Ашимов деген кейін күйеу балам болып кетті, досым бар еді. Екеуміз аттестатта орыс тілден ғана 4 бар, барлық сабақ 5. Сосын айтады, институтқа барғанда, мыналарың немене мына? Сенің медальдарың қаяқтың? Я күміс медаль, я алтын медаль беру керек. Сол бізге бермеді, оказывается, оны ұсыну керек екен. Ұсынбады, ұсынып жаңағы қазақ тілі мен әдебиетіне жазған шығарманы облыстық жаңағы білім беру басқармасы тексере ме, сондай бір тәртібі бар екен. Оны бізге істемеді. Бірақ жоғарғы оқуына түсіп оқып кеттік. Солай қарағым. Ал енді мектепте жүргендегі, мына қазір балдар 1-ші класста сабаққа барасың. 1 ай, 1,5 ай оқымаймыз, колхоздың жұмысына барамыз. Күріш ору деген бар. Біз 4-ші класстан бастап, 5-ші класстан бастап күріш оруға қатыстық. 1,5 ай, о кезде күріш бітпейді, техника нашар, бәрін қолмен орады. 2 ай, сентябрь, октябрь, 2 ай, сол күріштің басында жатып күріш орамыз. Ал жазда енді каникулға шығасың ғой. Каникулға шыққанда күріш отау деген бар. Егісті отау керек, арамшөптен, қамысын ору керек, басқа. Сонда 11-12 жастағы балдарды бригадир алдына салып алып барады. Белімізден су кешіп жүріп, соны күрішті отаймыз. 3 ай отаймыз, жүреміз сол күріштің ішінде. Бір адам кете алмайды. Өндіріс бригадир үйге қашып келсек, артымыздан қуып алып кетіп, оған үйдегілер бір ауыз сөз ете алмайды. Біз соның жаңағы құлағын кесіп қалған құл сияқтымыз. Тәртіп солай сол кезде, қатаң тәртіп. Ал енді колхозшылардың өзі еңбек минимум деген болды. Егер бір колхозшы бір жылда 150 еңбек күн таппаса, 150 кемінде 300 күн жұмыс істеуім керек. Онда соттайтын тұр. 6 айға дейін, 1 жылға дейін соттап жібереді. Еңбек күн тап. Еңбек қоғамдық еңбекке қатыспаған үшін. Міне, біздің балалығымыз сондай өтті. Қиындық, жаңағы жастығымыз. Содан кейін оқу бітірдік 59 жылы. 16 жасында бітірдім. 2 жыл еңбек етіп барып оқуға түсу. Трудовой стаж деген болды. Сондай тәртіп болды бізде. Содан 6 айлық механизатор курс түсіп, 2 жыл механизатор болып, сосын барып 61 жыл оқуға бардым. Жаңа айтасыз ғой, күріштікке бардым деп. Мен атым Қожада да бар ғой, сөйтіп неде жазда каникулда күріштікке, мақта теруге. Сосын мына масақ тергізеді. Астық аз, масақ тергізу. Мысалға, жаңағы 9 жасар бала, сол масақ тереді, күні бойы масақ тереді. Барып 5 келі масақ терсе, 30 бала болса 150 келі, мысалға бидай 150 келі күріш. Сол масақты теріп, қырманға әкеп өткізесің, өлшеп алады. Ал енді соған сосын мақтайды бізді. Ол оны сайын ешеміз. Сосын жаңағы сөйтіп те астық жиналды. Техника жоқ. Оратын техника күріштің ішінде батпақ жүре алмайды. Тек комбайн бар, ана орып шөмелелеп қояды.
кепкесін ана жер күштік аңыз кеп комбайн жүрген кезде соны барып қолымен беріп бастады. Сондай болды. Кешегі 61-ші, 66-ші жылға дейін солай қалған. Осы орайда енді әже өзіңіз де тоқталып кетсеңіз, жастық шағыңыз, балалық шағыңыз әсіресе қалай өтті? Мектебіңізде қандай да бір ыстық бір естеліктеріңіз бар? Білуімше баяғыда енді шай ішіп отырған кезде айтатын тұғынсыз, ол кезде жаңағыдай әкем бір апамның ағамның үйіне апарып сол жақта оқытқан еді дегендей, сол туралы бір толығырақ тоқталып бір айтып кетсеңіз. Жаңа атаң айтып жатыр ғой, ешкімді жаңа түсіріп сөйлеген сөзін жазба қылып алып қалмаппын дейді. Олай емес, біз институтта соңғы курста үйлендік, 5-ші курста. Сол кезде біздің курстас жолдастарымыз жүрген балалар ауылдың. Камал, Қуаныш деген бала болды, Сұлтан деген бала болды. Менің курстас қыздарым Бегдарова, Сара, Күлмайра, Рая. Міне осылар жаңағы 5-ші курста ешқандай тамада жалдаған жоқпыз, фотограф жалдаған жоқпыз. Барлығы өзімізден жаңағы бір сол кезде Алматыда бір ғана ресторан сияқты болатын, сол жерде тойымызды өткіздік. Сондағы жаңағы жас балалар біреуі сурет түсіріп жатыр, біреуі соны жазып жатыр, бір-екеуі Магнитофонға жазады. Біреуі менен, біреуі аны жақтан магнитофон дегенше үлкендігі шамадандай магнитофон болатын, ішімен лента айналып тұрады. Соған жазғанбыз, бірақ айта бер. Соны енді біз жұмыспен жүрдік қой енді. Ешқандай ойымызға да келген жоқ, оны қадағалау деген болмады. Сол кезде жаздыртып алуымыз керек екенін көшірдік. Бірақ біз ол кезде оны білмедік. Одан кейінгі біздің бір жіберген неміз, қателігіміз, Аққұм совхозында директор болып тұрғанда Файзулла Абсалямов деген оператор, кино журналдарда жүретін кісі. Содан кейін Ораз Рымжанов деген режиссер жігіт. Солар келіп ауылда бір ай жатып, совхозды барлық нені журналға түсірді, суретке түсірді. Қаншама керемет, сол жерде де сондай жаңағы сөйлеген сөз бәрі жазылған. Ондай еге бола алмай қалдық. Орда сол бір жерден бір жерге көшіп жүрдік, бір елден бір елге көшіп жүрдік. Және мысалға 24 сағат болатын болса бір сөткеде Түрекең соның 20 сағатында жұмыс істейді. Болмағанда 18 сағаты жұмыс істейді. Енді солай жұмыс істедік. Мен мектепте істедім. Енді жастық шақ дегенде мен Түрекеңдікіндей менікі ауыр болды деп айта алмаймын, тағдырым. Менің әкем болды, шешем болды. Біз 5 қыз дүниеге келдік, бізден кейін 2 ұл дүниеге келді. Анау колхоздың жұмысына шыққанда, жаңағы сенің балдарың көп жұмысқа шықсын, ол кезде бидайдың арасында мия деген болады. Сол мияны не қылады? Отау керек. Басқа жұмыс біз бала болып істеп көрген жоқпыз. Сол мияға бір күн жібергенде жаңағы ауылдың әкім сияқты ма, балаларын жібермеген қызын. Сол кезде менің әкем айтты, ананың баласы бармағанда менің балам неге бару керек? Балам бармайды деді, бізді ешқашан колхоздың жұмысына жіберген жоқ. Ақша ұсақ болып өстім. 4 класс бітірдім. Ауданда ғана бар жаңағыдай 10 жылдық мектеп. Соған мені нағашыларымның үйіне жатқызды. Әкем әкеліп нағашыларымның үйіне жатқызды. Ол үйде жаңағы қыздар бар, қыздардың балдары жатты менен басқа. Сол біраз уақыт өтіп кетті. Ауылдан әкем келді. Келіп дөңгелек стол болады бәрімізде. Орындық, солар отырып шай тамақ ішеміз. Сон жаңа әкемнің, енді менің мамамның сіңілілері, балдыздары болады, сол ойнап сөйтіп отырады. Әжеміз бар, атамыз бар, нағаш атамыз. Сонымен үндемей отырып, үйді сағынғанмын ғой. Сонан үндемеймін, дыбысым шықпайды, көзімнен жас ағып отыр. Сонан әкем айтады, әкем не болды? Не болды? Кім тиісті? Жаңа балдыздар айтады, ой, ешкім тиіскен жоқ, сағынған шығар дейді. Сонан айтып жақсылап жылап алдым. Әкем үйге барғаннан кейін мамам айтыпты, мен сенің төркініңнің үйіне жатқызбайым баламды. Жылады. Енді ана Александров деген орыс досы бар, КНБ-да істейді. Мен соның үйіне жатқызам дейді. Сосын шешем, мамам айтады, қой ай, ол ана мен төркінім үй тұрғанда орысқа қалай жатқызасың дейді.
ол орысқа да жатқым келіп тұрған жоқ, өйткені олар ақ қойдың етін жейді ғой. Мен оған барып жатқым келмейді, өйткені шешеміз кішкентай күнімізде өзендегі ағып жатқан суға барамыз, таудан ағып жатады ғой. Соны жаңағы бірдеңе ана ақ қойды көрсе қуалайды, таспен шөкелейді, өзеннің бас жағынан барып су аламыз. Соның бәрі есте сол бойы қалыптасқан ғой. Сосын оған да жатқым келмейді, бірақ оның үйіне жатсам орысша үйренем ғой деп ойлаймын. Соны орысша уайымым, орысша үйренем ғой деп ойлаймын да. Солай өтті ғой. Сосын 10 жылдықты бітірдім, Алматыға келдім, оқуға түстім. Сол бірінші курстан бастап Тұрекеңмен таныстым. Танысқанда мен емес, бұл кісінің өзі танысты. Жоқ, мен таныстым демайды. 5 жыл бірге жүріп, оқу бітірдік. Бұл кісі 5,5 жыл оқыды. Мен 5 жыл оқыдым. Сөйтіп, соңғы курста үйлендік. Үйленгеннен кейін 1 жылдан кейін бардық Төркініме. Бөпелі болғанда бардық. Оған дейін бара алмадық, өйткені біздікі жаңағы погранзона. Шекара. Маған шақырту керек. Сол шақыртумен мен пропуск алам. Сол пропускіменен үйге, мына Зайсанның шетіне барып тұрасың ба, егер пропускың болмаса кіргізбейді. Самолетпен барсаң да, автобуспен барсаң да кіргізбейді. Сонан қайтадан қайтасың. Оны мен өйтіп бара алмадым. Сон бөпелі болғаннан кейін Тұрекең жұмыс істеді. Бір қосымша ақы деген болады екен, сол ақшасын алды. Сөйтіп, біраз адам, Тұрекең ағалары бар, апалары бар, қарындас. Қайын жұртқа бардық. Алдымен немен бардық, пойызбен бардық, Жалғызтөбеге дейін. Сол жерден түсіп, автобусқа отырып, Зайсанға бардық. 500 километр жүреді. Ана кісілер айтады, соны айтады, ой пырмай, осындай бір кішкентай бір жапырақ Қызылордадан табылмады ма екен? Осынша бейнетке қалып келе жатырмыз дейді да, жаңағылар әбден шаршаған. Сонымен барып, сол үйде болып келдік қой, содан жұмысқа кірістік. Келген бойдан жұмысқа кірістім ғой. Мұғалім болдық мектепке. Балам 17 августте анар босандым, 1 сентябрьде жұмысқа бардым. Содан сабақ беріп отырмын. Ана сұрауға ұялам, балам бар деймін, немесе басқа деуге ұялам. Бір кезде бір Аймұратов деген оқушы бар, 4-ші класста ғой. Осы мына Бейсенов, Қылышбай, жаңағы Аймұратов, сол балалар 4-ші класста оқиды. Сабақ беріп тұрмын. Бір кезде айтады, апай сүт ағып тұр дейді да. Сонан класстан шығып, кеңсеге келдім да мұғалімдардың. Сон мен айтам, жылап тұрмын тағы да. Енді 25-тегі әйел жылап тұрған деген ұят қой құрсын. Осы күн ойласам ұялам. Сонан Мұхтар деген ағай бар еді, Керейт, ойық Керейт кісі, мұғалім Мақан Мұхтар. Сосын ағай енді аны басқалар Сарбай Сарқасқалар ғой, ана кісі маған жақын енді. Біз де Керейтпіз. Соны айтады, не болды, кім тиісті деп, мен айтпаймын, не деп тұрмын ол кісіге. Содан жылап алып, үйге келдім. Үйге келіп баланы емізіп отырып, жылап отырмын. Сосын Тұрекең мен апам айтады, не болды, кім тиісті, бұлар да сұрайды. Сосын мен айтам, сөйтіп Аймұратов маған сүт ағып тұр деп айтты деймін. Сонан бұлар бір күшті нәрсе күткен болу керек. Соны айтады, ой құдай ай, сол ма деді де екеуі жаққа кетіп қалды. 7 февральда туған күнім тұғын, тура 25-ке толған. Мектепке бара жатқанда жаңа талаптағы жалғыз водовоз келіп мені қақты. Ішінде 3 адам бар, водитель бар, 2 адам бар. Сөйтіп 25-ке толған күнім ғой, бүгін бір не қыламыз деп өзім сөйтіп келе жатқам, сөйтіп машина қағып. Сонан бір айлап жаттым, жаңағы шоққа түсті денем бәрі, ауырдым. Сонан кейін аман қалдым. Сондай болды балам. Қаққанда жаптың ішіне түскен ғой, соның үстіне өтіп кеткен. Сонан мен сұраймын, сөйтіп аман ғой, тегіс жерге түссе, басып кетеді. Басып кеттің ба деп сұраймын жаңағы водительден. Содан айтады, жоқ, басқан жоқпын, қағып кеттім дейді. Қаққанда жаңағы юбка, новый юбканың етегі 2 жерден жыртылған, пальтоның түймесі үзілген, мұрнымнан қан ақты. Соны бір врачтар келіп қарап не қылды. Сол жерде жаңағы не қылып жатқанында үйде Камалов деген ағай бар тұғын. Сүлеймен Камал деген ағай бар тұғын, завуч. Сол кісінің несі бәрі менің әкемнің түрі сияқты әлі кісінің түрі. Әкем елестейді сол кісіні көрсем. Сонан үйге жалғыз өзі жетіп кепті.
не болды, не қылды деп сосын айттым. Сосын айттық, бір врач келіп жүр, қазір мен соны айтайын, келіп қарап кетеді деді. Онымен ол келіп қарады, сосын жата беріңіз деп кетіп қалды. Ертеңіне тағы келді екі завуч, біреу Бәкит ағай, сол Камал ағай. Сосын не қылды, не болды, түнде қалай ұйықтадың деп сұрады. Шошыды ма деп. Жоқ, шошыған жоқпын, ұйықтап шықтым дедім. Жарайды онда деді. Сөйтсем сынық болса шошиды екен. Менде сынық болмағасын шошымақпын. Соған айтты, жақсы деп не қылды ғой. Жалағашқа больницаға жаттым, мәдениетке жаттым, әйтеуір. Сол кезде Тұрекең жап-жасы қызмет істейді. Инженер совхозда. Мені больницаға апарды, больницада қараусыз жаттым, Жалағаштың больницасында. Бір аптадай жаттым, бір келіп адам мені қараған жоқ, не укол салынған жоқ, бостан-босқа жаттым. Сонан шықтым, үйге келдім. Сосын кейіннен осы кезде айтам Тұрекеңе, Тұреке, сонда сен неге мені врачтарға тапсырмайсың? Бір адам келіп маған укол салған жоқ, бір адам келіп мені қараған жоқ. Сонда қандай осы күн ойлаймын. Кейіннен енді совхозға директор болды, управляющий болды, не болды. Сонда сол врачтардың бәрін көрдім, Шынтас, тағы басқаларын. Соны айтам, сонда қалай осы адамдар біреуі келді мені қараған жоқ. Сырттан келген, немі танымай ма деп ойладым да, осы күн айтам ғой, сонда қалай сіз мені тапсырмадыңыз соларға? Сөйтіп, бір жерден екінші жерге, екінші жерден үшінші жерге көшіп, ең соңында Алматыға көштік, балалардың есімен шүкір ғой. Осы орайда жаңағы айтып отырсыздар ғой, осылай үйрендік, солай жасадық дегендей. Ата, сіз өзіңіз барып таныстым деп тұрсыз. Сол туралы тоқталып кетсеңіз, қайдан көрдіңіз, қай жерде барып таныстыңыз? 61 жылы мен сельхоз институтқа түстім, Меркбагына. Әжең 61 жылы Ильязға келіп түсті. Неміс тілі факультеті. Сосын ол кезде тәртіп бойынша бір ай бүкіл студенттер ауыл шаруашылық жұмысына жіберіледі. Бізде келіп та, мына Мақтаарал ауданында Ильичевский деген совхоз бар, соған мақта теруге жіберді. Біздің факультетте 225 жігіт. Бір қыз жоқ. Сосын бізден қорқыту деймін, мына жергілікті адамдармен шатасып бірдей қалады деп, бізде бір айдалада екі бөлімше бар екен, екі отделение дейді. Соның ортасында бір полевой станға апарып 225 жігіт жаттық сонда. Сосын мақтатерін естейміз енді. Соны бір гармонистіміз бар, гармонтарда гармон алып барған. Сосын мақтадан келеміз де, тамақ ішеміз де, мынау ар жағымызда дегенде мединституттың студенттері жатты. Мына жақта Ниязда жатты. Сонан бөлініп, давай танысқа барайық деді. Сонан шықтық, біз мына Ниязға қарай кеттік, бөлініп. 20-30 адам. 20-30 адам мына жаққа кетеді, кейбіреу жатады. Сонан мыналар полевой станында, отделение орталығында жаңағы мақтаға көп адам барады ғой, қолмен тереді ғой мақтаны. Сол мына жағында ортада алаң бар, соны гармон тартып, шамалы бір свет бар, басқа светті жоқ. Соны гармон тартып билейді, биде білмеймін мен. Ауылдан барған адам ғой, би деген не екенін білмеймін. Мәз, анау, мынау деген дымда да білмеймін. Қаяқтан Жалағашта жүріп, қаяққа билейші. Өзім 16-та бітірдім. Мектепте ондай би үйрететін де іштеңеде болған жоқ. Sonra жұртқа қарап, мен де сол қыздармен билегім кеп, бүйтіп жаңағы Амангел деген досым бар. Бір кезде бір есіктің алдында бір қыз шықты, үстінде шыт көйлегі бар. Осы еліктің лағындай болып тұр екен. Сосын қарындас биге шығарып болады, билеп кеттік. Сол билегенмен таныстық. Сосын бұл әжең ана Ильязда бір семестрін оқыды да, сосын оқысы келмеді вообще. Оны ана бір апайы бар, Ильяз бітірген. Сол сен де Ильязды оқы деп жіберген ғой енді. Содан ол тастады да кетіп, келесі жылы келіп Каспийге түсті. Келесі жылы күтіп алдым, өзім оқуға түсірдім. Ой, өзім түстім қара. Ол кезде ондай біреу түсіру деген жоқ, әркім өзінің білімімен түседі. 61 жылдан бері, қазір неше жыл болды, 65 жыл болды ма?
Аллаға шүкір. Міне сендер өмірге келдіңдер. Балдарым келді. Балдарым сендер келдіңдер. Өмір сүріп келеді. Өмірімізге ризамыз. Шүкір Аллаға. Шүкір Аллаға. Ешқандай неміз жоқ. Жұмыстың қиындығы, тұрмыстың қиындығы деген мұның бәрі уақытша болатын нәрсе. Қиындықта болды. Оны да көрдік. Молшылықта болды. Оны да көрдік. Бәрін де көрдік. Бірақ ең басты байлығымыз балдарымыз бар, немерелеріміз бар, шөберелеріміз бар. Аллаға мыңда бір шүкір деп отырмыз қазір. Солай қара. Әже осы орайда жаңағы ата айтып жатыр ғой, оқуды тастады, сосын барып басқа оқуға түсті деп. Ол кезде сізді сол мамандыққа тапсыр деп үйдегі апайыңыз айтты, иә? Негізі биология таңдадыңыз бе? Ол нені бітірді ғой, сосын мен ойладым, басқа бір не жоқ сияқты көрінді да. Келесі жылы неге келдім, Каспийдің ЕГФ-сына келдім. ЕГФ-ның оған алдымен ЕГФ-ға тапсырған жоқпын, филфакқа тапсырдым. Сонан комнатада біраз адам жатамыз, абитуриенттер. Солардың біреу айтты, ой, мына географияға тапсырған жақсы екен, көп жерді аралайды екесің, қыдыртады екен деді. Сосын қой, мен бардым да жаңағы документімді алып ЕГФ-ға тапсырайын деп бардым. Сонан ана бір отырған қыз, жоқ, болмайды, бермеймін, ауыстырмайсың деді. Сон бір үлкендеу кісі отырған, кейіннен білдім, ол Керейіп деген кісі екен, мұғалім біздің географияда сабақ берді. Сол кісі екен. Сосын айтты, кейбіреулерге ауыстыруға болады деді, ана қызға айтты. Сөйтті де мені ЕГФ-ға ауыстырып, география, биология деген факультетіне ауыстырдым, отделениесіне. Ол кісі кейін сабақ берді, соған ауыстырдым, бірақ жақсы болды, барлық нені қанша біз практика болады, географиядан, биология, зоология, солардың бәрінде жаңа бүкіл Алматы облысын араладық біз. Алматы облысы, Қазақстанда Россияға барды. Тауда болдық, Медеуде, басқа жерде бәрінде. Ең соңында 4-ші курста дальний практика деген болады. Сол дальний пойызға отырасың Алматыдан, сон бүкіл Қазақстанның жерлерін бәрін араладық. Алдыменен Көкшетауға бардық, онда бізді жаңағы бутылка шығаратын заводтар бар екен. Көкшенің тауларын көрсетті. Танцующий береза дейді, билеп тұрған жаңағы қисық-қисық болып отқан қайыңдар бар. Сұлап жатқан батырлар бар. Сол жаңағы Оқжетпестің қалай атылғаны туралы. Тарихи аңызы. Иә, малшының баласын бүркіт алып кетіп, соны қуалай ата алмай, жете алмай, содан жаңағы таудың Оқжетпес деп аталғанын. Сол жерде 3-4 күн болдық. Одан кейін Куйбышевқа бардық. Одан арғы бүкіл жерлерді араладық. Сол Волга менен, пароход менен Каспий теңізіне келдік, Гурьевке. Гурьев ол кезде. Ол жерде кеңізде жүргізді. Ол жерді аралатты біраз. Порт Шевченко. Сол барлық жерді аралап, не қылдық қой, сонан Қазақстан аралдан отырдық. Арал емес. Сол Гурьевтен отырғаннан неге келдік? Атырауға қазір. Атырау. Сөйтіп, бүкіл Қазақстанның жері арқылы қайтадан Алматыға бардық. Барлығын аралап шықтыңыз. Иә, аралап шықтық. Тегін ғой, тегін. Тегін шыннан да, тегін. Институттың программасымен тамағым береді. Пойызға билет алады, тамағымыз тегін, барған жерде тегін тамақ жейміз. Круиз сияқты. Одан кейін енді өзімізше талай жерді араладық қой, одан кейінгі уақытта да. Иә, ата екеулеріңіз суреттеріңіз болып қой, жан-жақта аралағандарыңыз. Бұл жерде барлық кезеңдерге тоқталдық. Енді маңызды кезеңдердің бірі осы өмір жолында өмір бір көшкен керуен сияқты деген кітабыңыз да бар. Әр кезеңнің бір өз қиындығы мен қуанышы да бар. Сол жолдан қалай өткеніңіз, бір тәжірибеңізбен, сол мектепте алған еңбегіңіз туралы мүмкін тоқталып кетсеңіз. Осы айтып жатыр, бастапқы механизатор болып жұмыс жасадым, одан кейін сол инженерлікке келдім деген. Негізі инженерлік қазірде өте тапшы мамандық, өте жаңа перспективалы мамандық.
сол туралы тоқталып кетсеңіздер. О заманда инженер болу тіпті оңай емес, ол үшін математика керек. Ата әлі күнге дейін қазір балаларына математиканы үйретеді. Қанша жасқа келсе де барлығы миында сақталған. Сол туралы тоқталып кетсеңіз. Бізде инженерлік факультет болды, мысалы сельхозда агрономиялық факультет, лесфак деген болды, экономфак деген болды. Мына инженерлік факультет математика, жоғары математика бізде 2 жыл жүрді. Сосын мына сызу, шет өзбен сызу, шет өзбен жұмыс істеу. Бұның бәрі өте көп еңбек, ең қиын факультет инженерлік факультет. Оған математикадан хабары бар, сызудан хабары бар адам болмаса, басқа гуманитарлық пәнге қарағанда онда оқу қиын. Бізде 225 студент оқуға түстік факультетте. 150 ғана бітірді. 75-і біреу оқудан шығып кетті, қалғаны агрофакқа, басқа факультетке. Жаңағыдай неден математикадан қиындық көрді да, өте алмады, басқа факультетке, агрофакқа ауысып кетті. Агрофакқа ауысатын болса, оған математиканың керегі жоқ. Сосын барлығында ауызша айтылатын пәндер, ауызша айтады, ауызша емтихан тапсырады. Сосын жаңа реферат бірдеңе жазады шығар. Бірақ анадай сызу, шертер сызып, оның бәрі математикалық есеппен жасалынады, әшейін жасаса алмайды. Сондай болды. Енді мен оған өкінбей, жақсы бітірдім. Қызыл дипломмен бітірдім. Мен енді ауылдан барған, сол 150 адамнан 6 адам қызыл дипломмен бітірдік. Соның ішінде мен ғана өндіріске кетіп қалдым. Басқасының бәрі кейін ғылым докторы болды, о неде қалды? 5-еу. Сосын енді Жалағашқа жұмысқа келдім, мен институттың направлениесімен келгенмін ғой. Келсем, қабылдамайды жұмысқа. Қабылдаймыз дейді. Ертең кел, арғын кел, 2 ай жүрдім ғой мен. Сонда ауданда жоғары білімді бір инженер жоқ. Әр колхозда, совхозда жаңағы техника бітіріп, практика еттір ғой. Сосын біреудің жиені, біреудің бірдеңесі. Сол алғысы келмейді ешкім. Соның райкомның бірінші хатшысына кіріп айттым. Мен механизатор болып жүргенде көрген, Абдыкаримов деген керек. Кейін социалистік еңбек ері болды. Жалағаш ауданын басқарып. Содан кейін Қызылорда облысының обкомның бірінші хатшысы болды. Одан кейін Қазақстан президент председатель болды Абдыкаримов деген кісі. Сол кісіге барып айттым, аға мен 2 ай жүрдім. Мынау қызыл дипломмен бітірдім. Мынау направлением. Күнде ертең кел деп айтады, қашанға жүремін. Болмаса открыпление берсін, мен қалаға барып жұмыс іздеймін. Ой, айналайын бітіреміз. Сонымен Алдаберген Бейсенов деген көкемізбенен соның совхозына бірден бас инженер болып бардым. 23 жасында. Ол кісі біздің ауылда, мен механизатор болғанда бізде главный инженер болған. Мен енді жақсы ұстазға жолықтым деп ойлаймын. Адамның өмірінің тағдырының үлкен бетбұрыс жасайтын нәрсе болады. Жақсы адамдар кездессе, жас маманға жақсы адамдар кездессе, оның ар жағында келешегіне үлкен әсер. Ол кісі өте адал, еңбекқор адам тұғын. Сол кісімен мен бірге жұмыс істегеніме мен қуанамын осы өте. Ол кісі туралы естелікте жаздым. Сол бірге жұмыс істеп жүрген кезде ол кісі социалистік еңбек ері атағын алды 71-ші жылы. Ол кісі де 65-ші жылы барған. 6 жылдан кейін сол совхозды өсіріп, өркендетіп, аудандағы ең озық шаруашылыққа дейін көтерді. Сөйтіп социалистік еңбек ері атағын алды. Кейін ол кісіні 72-ші жылы мына Тереңіз ауданының қазір Нағиласып деген совхоз бар. Ол кезде 50 жылдық Қазақ ССР деген совхоз тұғын. Солғал мына облыстың Қызылордаға жақын жаңа озық тарихи совхоз қыламыз деп, сосын да ауыстырып, бұл жерде 16 жыл жұмыс істеп, пенсияға шықты ана кісі. Міне, үлкен мектептен өттім. Бізді ол кісі
барлық өте талапшыл тұғын. Сосын жұмысқа адал істеді, адалдыққа қарайды. Ол кезде жаңағы жемқорлық, андай мындай деген жоқ. Өз жұмысыңды, сол өз мамандығыңды жақсы меңгергенін талап ететін тұғын. Соның арқасында сол кісінің тәрбиесі. Бір совхозда сол кісінің шәкірттері 9 совхоздың директоры шықты. Ол соның бәрі обкомға, ол кезде ЦК-да бекеміз. Әуелі райком ұсынады, облыстық партия комитеті бюро бекітіп ЦК-ға ұсынады, ЦК-дан барып бекеміз Алматыда. Ona облысқа келгенде, ой, бұлар Алдабергеннің кадрлары дейтін. Алдаберген. Ол кісілер совхозда директор болып жүр. Біз де сөйтіп, ол бюро мүшелері ешқандай жаңағы замещение жасамайды, ескертпе жасамайды. Әр бюро мүшелері, мысалы облыс партия комитетінің бюро мүшелері сенің ұсынысқа қол қояды. Сол ең соңынан бірінші хатшы қол қояды. Сосын барып ЦК-ға ұсыныс береді. Бұл кезде совхоздың директорлеріне талап тағайындау сондай үлкен талаппен, сондай үлкен електен өтіп барады. Қазір жаңағы таныстықпен, ол совхоз директоры ешкімде болмайды. Сосын жақсы жүреді. Қазір енді жарты жекеменшік, жарты мен қазір системаны түсінбеймін уже. Жалпы өткенді ұмытпай, оны қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізу үлкен еңбек деп ойлаймын. Сізде де өз өмір жолыңызды, тарихты, ата текті кітап етіп жазып қалдырдыңыз. Бұл үлкен мұра. Әр шығарма жазушының бір перзенті деп жатады. Сол еңбектеріңіз ішінде сіздің ішкі дүниеңізді, өмірге деген көзқарасыңызды көбірек сипаттайтын, бір өзіңіз ерекше бағалайтын туындыңызды атап өтсеңіз. Ол енді мына 2001-де анам қайтыс болғаннан кейін, сосын мен ойладым мен осы анамның бүкіл қасиетін, мені айналамдағы адамдардың жақсылығын көрген көп адамдар, жақсы адамдармен көп жолдас болдым, қызметтес болдым. Солардың жақсы қасиетін ұрпаққа үлгі қылып жазсам, жазадан ба, жаза алмаймын да, оны да білгенім жоқ. Сонан бастап жаза бастадым. Мен 2002 жылы бастадым. Сонан сол кітапты жазып жүргенде 2003 жылы жаңа Алдаберген Бейсенов деген Герой Состуда ағамыз қайтыс болды 77 жасында. Сол кісінің 2004 жылы ас беретін болды. Сол кісіге естелік жазу керек болды да, арасында ана кітапты қоя тұрып, 2004 жылы өнегелі өмір деген кітап жазып шығардым. Ол енді шағын естелік, бірақ сол кісінің астында тарады. Сол кітап бірінші баспадан шыққан нәрсе, сол мені әрі қарай енді маған бір жаңағы шабыт бергендей болды. Өмір өзен деген кітап, бұл баста 800 бет болып шыққан кітап. Баспаға бергенде 800 бет болды. Қазір мынау 649 бет. Баспа табақпен есептейді ғой, енді 50 баспа табақ баштайды. Сосын ана баспадағылар айтты, бұл кітап 2 бөлімнен тұрады. Сіз бұны 2 кітап қылып шығарыңыз. Сосын айттым, жоқ, мен бірінші кітабым осыны 1 кітап қылып шығарайық. Соның ішінде тағы бір материалдар бар еді, соны 100 бетін алып тастап, мына бірінші шыққан кітап мынау. Ал енді бұл кітап маған неге қымбат? Осы кітап баспада жүргенде аварияға түсіп, больницада жаттым. Мына Күләш екеуміз орнымнан қозғала алмаймын, омыртқа сынған, қол сынған, бастан жарақат алған, мәше соғып. Сол жаңа больницада жатырмыз. Мына кітаптың сигнальный экземпляр дейді. Ана авторға алғашқы 1-2 данасын шығарып береді. Сосын ол оқып шығады да, әрі қарап баспаға ұлсат береді. Мынау бірінші рет 1000 данамен шықты. Ол кезде 1000 данамен шығару деген үлкен жазушылардың өзі шығармайды. Бұған жаңағы Қылышбай Бейсенов деген інім, жаңа Алдаберген ағам, ана
есектер сол кісі демеушілік жасады, сосын өзіміздің балдардың жеке қаражатымен шықты. Сөйтіп 1000 данамен шықты. Бұл ең алғашқы кітап. Енді бұл кітап шыққаннан кейін шынында өзім жаңағы авариядан кейін мен 3-4 жылға дейін ешқандай жазумен де ештеңемен де мүмкіншілігім де болған жоқ, жағдайым да болған жоқ. Сосын тәуір болғаннан кейін сосын ойланып жүрдім. Неге мен өзімнің өмірбаяныммен шектеліп, осы сыр елінде, Қызылордада қаншама менімен бірге жұмыс істеген адамдар бар. Олардың өмірлері өнеге адамдар бар. Ал өзіміздің біз енді Кейт деген ұрудамыз. Ұрудың тарихы бар. Соны зерттеп, өлкетану деген жұмыс бар. Осы жұмысты қолға алдым мен. Біздің Кейт ұрпағы бөлініп кеткен. Анау арқа жерінде бір бөлігі баяғы Ақтабан шоуының кезінде Көкшетау, арқауын Көкшетауға ауып кеткен. 2010 жыл соларды іздедім бар. Олардың тарихының өзі бір кітап. Сонымен осы жұмыс әрі қарап жалғасып, 2017 жылға дейін 4 томдық кітап шықты. Кейт ұруының тарихы, оның архивке барып, ежелгі тарихы, 1000 жылдан бұрын 1000 жылдық тарихы, соның отырған жерде әкімшілік орналасуы, салт дәстүрі, ғұрпы. Мынау бізді негізгі керейттер 9 ғасырда, 10 ғасырда керейттер мына Алтай тауында, анау қазіргі Моңғолияның тұрған жерінде, Ұлан Батырдың тұрған жерінде сол жерде қоныстанған. Түркі халықтарының көбісі сояқта ғой. Кейін барып Шыңғысхан шапқыншылығында келіп, бері Азияның ортасына қарай келіп, бізде керейттер сол кезде келгенбіз, сыр бойына мысалы. Біздің ата жұртымыз сыр ел емес, ата жұртымыз Алтай. Сояқтан келгенбіз біз. Ал енді тарихи жазбаларда, тарихи деректерде, 10 ғасырда, 9 ғасырда, 11 ғасырда қазақта шоққандық болған. Керейт хандығы, Найман хандығы, сосын Қаңлы хандығы. Шоққандық болған. Ал енді басқа түрк тілдес халықтардың басқа хандығы болған жоқ, қазақты ғана айтып отырмын. Сол хандықтың біреуі мен кейін зерттедім. Моңғолияның жазбалары бар. Қазақшаға переводталды. Моңғолдың құпия шежіресі деген кітап. Онда да керейттердің, мынау Шыңғысханды Шыңғысхан қылып, соны таққа отырғызған осы керейттің ғаны. Міне солардың бәрі қызық тарих. Біздің сол тарихты кеше Совет үкіметінде оны ешкім жаздырған да жоқ. Өз қазақтың тарихын жаза алмады Совет үкіметінің кезінде. Қазақтың тарихын өзі бұрмалады. Мысалға, Кейтте кім деген, Нысанбай Жырау деген бар. Нысанбай Жырау 1822 жылы туған, 1882 жылы қайтыс болған. 15 жасында 37 жылдан бастап, міне Кенесары ханның көтерілісіне, ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан адам. 15 жасында осы сыр еліне жаңағы әскер жинауға келгенде, 15 жасар жаңағы Жырау, суырып салма ақын, ол Кенесары қасына ертіп алған. 47 жылы Кенесары қайтыс болып, Кенесарының әскері талқан болған дейін соның қарауында болған. Сол кезде патша әскері мен қырғыздың әскері бірігіп, Кенесарын талқандап, қырғыздың алатауында. Сонда патша әскері Кенесарыны өлтірген, Наурызбайды өлтірген. Содан кейін енді ханның тұқымы деп 20 адамды жаңағы Кенесарының әйелдерін, балдарын Түркістанға келіп тұрасыңдар, ешқайда қозғалмайсыңдар. Сол кезде Нысанбай Жырау сонда бірге келіп. Түркістанда тұрып, кейін барып осы біздің елге келіп, қазіргі біздің Еңбек деген ауыл бар.
менің туған жерім, сол жерде бейіті бар. Соны мына осында кейт азаматтары соның бейітін көтеріп белгі қойды қазір басына. Ал енді оның мына мен кезінде Кенесары туралы, Нысанбай жырау туралы неге республикалық газетке де жаздым. Жалағаш ауданының әкімдігіне жаздым. Анау жорық жыршысы бірінші рет Кенесары туралы бір 10 дастан бар. Соның біріншісін жазған. 1873 жылы қазанда Кенесары Наурызбай дастаны шыққан. Қазан қаласында бастырған. Ал енді сол адам, атақты адам, тарихи тұлға. Ана бейіті жатыр, соған мына кәсіпкерлер бейітін көтеріп еңбесі бейіт. Сонда маған жауап жазды. Ой, ол тарихи ескерткіштер тізімінде жоқ. Сондықтан оған ақша бөле алмаймыз дейді. Тарихи ескерткіштер тізімі болу үшін оның бейіті болу керек. Белгісі болу керек. Оны әуел жасау керек қой. Соны осы елдегі кейттің азаматтары өздері қаржы жинап сөйтіп үлкен кесене салды, белгі қойды. Қазір сол белгі бар. Әне, сол міне, соның арқасында 4 кітап сол Кенесары Наурызбай, Нысанбайда көтерді мен сол кітапты. Сосын басқа да 2000-дай адамның өмірді жолын. Сосын мына аналарымыз бар біздің. Батыр аналарымыз бар. О кезде Совет үкіметінің кезінде 10 баласы бар адамға алтын жұлдыз беретін тұғын. Батыр ана деген, мат героина деген атақ беретін тұғын. Сосын көп ұлғыттар, мұна социалистік еңбек ері, Совет одағының батыры деген атақпен бірдей тұғын ұлғыттарым бар. Соншама адамдар бар. Соның бәрін кітап қосын. Қазір ұрпақ оқып атыр, бірін-бірін танып атыр. Ұрпақтың танымына осында. Одан кейін де кітаптарым жаздым, естелік кітаптар көпсі. Міне сондай, бұл шығармашылық деген ол ауыр жұмыс екен. Оны өзің жүрегіне өткізіп жазасың. Оны барып қазіргі заманда ешкім баспайды. Өзің ақшаңа, өзің қаржыңа шығарасың, өзің қаржыңа таратасың. Міне сондай. Енді біраз мен 11 кітап жаздым. Енді біраз ұрпаққа біраз нәрсе бердім ғой деп ойлаймын. Көрген жерде бәрі де риза, жазғанымызға риза. Оның кітапқа жазылған адамдардың ұрпағы риза. Бірақ соны оқып, содан ұрпақтар тәлім алып атса, ғибрат алып атса, мен өзім мақсатым орындалды деп есептеймін. Маған жазушылық атақ, маған біреулер айтады, жазушылар одағына мүшесіз бе дейді. Мүше емеспін, мүше де болмаймын дейді. Мүше болу үшін арыз беру керек, бір-екі жазушы ұсыныс беру керек. Мен айттым, оның керегі жоқ маған. Кетірім жазушы. Мен атағым жазушы деген болу үшін деп жазып отқаным жоқ. Ұрпағым үшін жаздым. Сол еңбегім ұрпағым өзі кейін бағалай жатар деп отырмын. Не сондай қарағым. Дұрыс айтасыз. Мысалға көп халықта айтады, неге осы Әлия мен Мәншүкті ғана айта береді, неге сол ғана батыр бар ма деп. Кейіннен келе былай оқып отырсақ, ол кісілердің ұрпақтары сол Әлия мен Мәншүк апаларымыздың жақсы зерттеген, жақсы жаңағыдай еңбектерін жазған. Сондықтан да ол кісілердің аты көбірек аталады. Бірақ сол заманда да қаншама батырлар болған, бірақ олардың ұрпақтары дәл солай зерттемеген. Дәл осы жағдайда мысалға сіз Нысанбек жырауды зерттеуіңіз, Нысанбай жырауды зерттеуіңіз, осы Керейт ата ұрпақтарына барлық жаңағы ұрпақтарын жазуыңыз, оның барлығы дәл осындай еңбек деп білемін. Және де оның барлығын жинақтау, оның өзі бір үлкен шаруа. Сондықтан да өте үлкен мұра жасап отырсыз. Көкшетауда бұрынғы Зеренді ауданының Қарабұлақ деген ауыл бар. Таудың етегінде Қасқатау деген тау бар. Соның мына кейттердің барып, ауып барып орналасқан жері. Сонда бастап барған бізде Кенбай батыр, Кенжебай батыр деген батырлар Абылай ханмен бірге соғысқа қатысқан батырлар. Сол екі батырдың бейіті сол ауылда жатыр. Мен Көкшетауға барғанда сол жерде үлкен кісілермен ақсақалдармен келді. Мені алып бардым, мынау Кенжебай батырдың. Сосын сол жерде жүріп қарап жүрмей жаңағы кісілермен айтты. Ал енді батырымыз бар. Біздің ауылымызда, Сыр елінде ондай батырымыз жоқ.
қайда жүр бұл? Соғысып, мына Абылаймен соғысып жүрген мына батыр мына жақта жатыр. Ал енді осының басында мына ұрпаққа өнеге болатын, тәрбие болатын бір басына белгі қояйық. Біз мен сыр елінің ағайындарды көтерейін, сендер осы жерде. Сонан олар көтерілді. Көтеріліп, сол ауылдың жаңағы батырларға үлкен ескерткіш орнатты. Биіктігі 3,5 метр ескерткіш, ана тастан әдейі қидырып, мына Мәтен Бейжанов деген жазушы ағамыз береді, сол қолдап, біз де қаржы бердік, ақша бердік. Сонан 2011 жылы сол ауылда үлкен ас берілді. Ас беріліп, жаңағы батырларымызды ұлықтап, оған Қызылордадан, Алматыдан 20-дан барып қатысты. Сөйтіп, ана елге таныттық. Сол арқаның жеріндегі керейттерді көп біле бермейділер. Мына керейт деген қазақтың ішінде ағайындары бар екен, оның осындай батыры бар екен. Ол жаңғыз керейттер ған жоқ, арқаның еліндегі жаңа белгілі азаматтардың бәрі қатысты. Ол үлкен газетке, журналда жазылды. Сосын телевидениеден берді. Мына Көкшетаудың телевидениесінен беріп, үлкен бір әлеуметтік бір саяси оқиға болып өткізді. Содан кейін ол жердегі ағайындарды 2001 жылы күзде Қызылордаға шығып 11 адам осында Қызылордаға келіп 4 күн болып, оның бәрін басы қасында бірге жүрдім. Оларды мен танимын. Сонымен олар ағайындармен қазір осы күнге дейін байланыс үзілген жоқ. Ағайындар араласып, сөйтіп баяғы ұмытылып келген елмен ұмытылып кеткен ұрпақпен байланыс қазір қалпына келді. Сондай. Ұрпақ сабақтастық деген осы. Ұрпақ сабақтастығы сол. Бұл өте үлкен еңбек, өте үлкен жұмыс. Көбісі айтып жатады, неге осы бір руларды зерттеп, жүздерге бөлінеміз деп. Керісінше осылай біз тарихымызды, ата-бабаларымыздың тарихын барлығын зерттей келе, біз керісінше бөлініп емес, біргеміз деп ойлаймын. Осы рулардың арасында. Жаңа біреулер айтады, ой, жүзге бөлгенің жүзі құрсын, жүзі қара болсын. Өте қате түсінік. Ұрыға бөлінген деген сөз, ол біреуден бөлектену деген сөз емес. Ол мына балдардың өзін тегін білу керек. Әркім өзінің тарихын білу керек. Бізде жаңғыз қазақта бар, 7 атаға дейін жастар бір-бірін қосылмасын деген. Қан тазалығы деген. Жаңғыз қазақтан басқа ешкім жоқ. Өзбекте жоқ, Қырғызда да жоқ, Әзербайжанда да жоқ. Ешкімде жоқ ондай. Қан тазалығы деген. Ұрыға бөлу деген сөз. Мысалға, өзінің ата тегіңді біліп, қан тазалығын сақтау. Бұл терең тәрбие бұл деген. Ол мен қазақтың, мен мысалы керейтпін, ана қожаны жек көрем деген сөз емес. Болмаса ана жаппас жек көрем деген сөз емес. Өзің тегіңді білесің, және өзің тегіңді білмеген адам кімді сыйлайды ол? Ешкімді де сыйламайды. Әркім алдымен өзі бірлік деген өзінің отбасынан басталынады, ұрудан басталынады, сосын ұлттық бірлестік деген. Міне сонда ғана қазақтың бірлігі болады. Ол кеше Иманғали Тасмағамбетовтің жазбалары бар. Ешқандай ол ұруға бөліну, ол текті тану деген сөз. Өзің тегін тану керек. Тегін білмеген тексіз деген сөз бар қазақта. Тексіз адам, оған бәрібір. Міне, біздің жаңағы қан тазалығымыз, қазақтың осы гендік қасиет сақталып келе жатқан ең басты қағидаты, міне жаңағыдай 7 атаға дейін мына қыз аспау деген мәселе. Енді оны кейін қазақ табы 7 ата санап жүрмейді, 10 ата, 15 ата кете береді. Міне сол туыстық қатынас болып сақталынады. 15. Міне мысалы біздің рудың өзінде қазір 12-13 ата келді. Бірақ әлі қыз алысқан жоқ, туыстық қатынас сақталып келді. Қайырлы болса да. Сендер аспансыңдар, аспанында сондай мысалы. Шөмекейде сондай. Қайыруды қарасаң, осы генофондын осылай сақтаған. Бұл басқа халықта жоқ қасиет бұл. Біздің қазақ
ерекшелігі осында. иә Міне өте дұрыс айтасыз. Бұны мен дәрігер ретінде де қолдаймын, өйткені генетикалық тұрғыдан бұл өте дұрыс және денсаулық үшін өте пайдалы. Мысалы көп елдерді қарайтын болсақ, әсіресе жаңағы туысқандарын алатын елдерді айтатын болсақ, ол кезде қандай да бір генетикалық аурулар дамып жатады. Сондықтан да бұл ата бабалар тұқым қуалайтын аурулар иә бар. иә тұқым қуалайтын Мен де мынау шығыс Қазақстаннан әкелдім. алыстан әкелдім. Алыстан әкелдім. Қан тазартып алайын. иә сол өте Керейдің қызы, Сайсанның қызы осы жерден 3000 километр жер. Қызылордадан. иә Жаңағы апам айтатын ғой, ой, осындай қыз табылмады ма деп. Өйткені бағана апам айтады, бір пойызбен баратын барып, бір пойызбен қайтатын жерге алмаған екенсізді. Алматыға дейін бір пойызбен барамыз. Алматыдан Жаңғызтөбеге дейін бір пойызбен барамыз. 500 километр автобуспен барамыз. Соны бірінші барғанда айтатын ғой, ойбай жаным ай. Енді ал дедің, алдық деймін ғой. жүрекке әмір жүрмейді. Міне сол мына генопод сақтау деген бұл өте. Сондықтан мен мына қарсымын, мына ұлға бөлінген, ол бөлініп жатқан басқа деген сөз өте дұрыс емес нәрсе. Оны қайта сақтап, жетілдіріп, ұрпақтың санасына енгізу керек. Өзіңнің ұрығыңды біл, тегіңді біл, жеті атаңды біл деп, әрбір адам өзінің ұрпағына арқылап айта беру керек. Көп рахмет ата. Бұл жағынан біраз білімделіп қалдым. Кітапта да айтылмаған тың ақпараттарды да бөлісіп жатсыз. Енді осы интервьюімізді әдемі соңғы бөліміне көшсек, бұл өзім даналық деп қойдым. Жас ұрпақ үшін үлкендердің әрбір сөзі бір өмірлік бағдар ретінде. Сондықтан сіздердің айтқан кеңестеріңіз, ақылдарыңыз біз үшін өте маңызды. Өмірден алған бір ең маңызды сабағыңыз қандай? Және де бір мынандай нәрсе болады ғой, әр адам Аллаға сенгендіктен бір өзіңіздің іс-әрекетіңізден немесе бір басқаның іс-әрекетінен бір Алланың құдіретін көргендей бір сезім болатындай бір жағдай болды ма? Сол туралы бөлісіп кетсеңіз. Мен енді бізді атеист тәрбиелеген біріншіден. Құдай жоқ деп. Ол ашық айтатын тұғын. Мына дін миды улайтын нәрсе деп. Оның мына тарих сабақтарында кәдімгідей мұғалім сөйтіп айтады. Ауылда молда болса мазақ қылатын тұғын. Мына ақында Тайманғари деген кісі болды. Қазір астында мешіті бар. Ол менің әкеммен екеуі құрдас, сосын ағашылығы бар. Мысалға сол кісі Көкеташ медресесін өте ғалым адам, Құранды жатқа біледі. Сосын уағыз айтқанда адамгершілік туралы айтады. Соның өзін қудалап түрмеге бірнеше рет жапты. Мысалы, ал енді біз сол тәрбиемен өстік. Кейін енді есейдік, жан-жағымызда қарай бастадық. Мына егеменімізді алдық, сосын ойлаймын. Мынау адамды билейтін бір құдіретті күш бар. Әрбір осы қазір өмір сүріп жатқан жаңғыз қазақ емес, барлық адам билейтін құдіретті күш бар. Оның тағдырын белгілейтін сияқты бар. Кейбір мысалға оқиғалар, мысалға адамның өмірі, бір семьяда адамның өмірі әртүрлі. Неге әртүрлі? Бір тамақ ішеді, бір ауа жасады, бір кәсіппен айналысады. Біреуі көбірек жасайды, біреуі аз жасайды. Неге? Оны материалдық тұрғыдан, материалдық ғылыммен тексере алмайсың, түсіндіре алмайсың. Оны тек, анау аурудан қайсы болды дейді де қояды. Мысалы, болмаса бір кездейсоқ жол апатына, я бір кездейсоқ жағдайын болады. Я болмаса дүниеде болып отқан апаттан кетіп жатады. Самолетке мінеді адам, ama самолет жарылып кетті адам. Ал енді сол самолетке мінбей қалса аман қалады екен, мысалы. Мысалы, енді мен ойлаймын, бізді билейтін бір құдіретті күш бар, мен оны мойындаймын. Оны Құдай деп айтамыз ба, Алла деп айтамыз ба, құдіретті күш бар екен рас. Оны қазір көп ғалымдар мойындап жүр. Ал енді өмірден алғанда сол бір адамгершілік ұстанымды ұстай беру керек әрбір адам. Ең бастысы
адалдық керек адамға. Әсіресе жастарға қызмет істеген балда. Қандай қызмет істе, қай кәсіп істе мейлі. Адал істеу керек. Адал істеген нәрсе жаңағы қайғыс ішкен қарасу балдан тәтті деген сөз. Адал істеген кәсіп болады сол. Оны жаңағы дүние қуғандарды да көріп жатырмыз ғой, не болып жатқанын көріп жатырмыз. Соның бәрі өмірге, мына ұрпаққа сабақ болу керек. Үлкен қызмет істеген адамдар қазір жемқорлар жағдайын көріп жатырмыз, олардың ақырда дұрыс болып жатқан жоқ. Мен мысалға өз басым еңбекте адал. Жаңағы Алдаберген Бейсен 24 жыл директор совхоз болды. Пенсияға шықты. Пенсияға шыққанда үйінде үй жоқ. Өзінің туған жеріне көшіп келді. Ал енді директор болып, жаңағы дүние қуып, обырланып жинай берсе, бір кеңсарай салды. Сол кредит алып, банктен кредит алып, үй салды. Міне адалдық деген сол. Іштен арқалап кеткен жоқ. Алдына үй салып, ұрпағын тәрбиеледі. Ең басты ұрпағын адалдыққа тәрбиеледі. Еңбекке тәрбиеледі. Міне оның дүниеден ауыстырып кеткен сол. Ұрпағы қазір академик. Бір баласы ғылым докторы, тағы бір баласы ғылым докторы, бір баласы жолын қуып ел басқарып жүр. Соның бәрі сол тектілік, сол тәрбиенің арқасы. Сондықтан мен жастарға айтамын. Адал еңбек істе. Адал еңбек, аз тап, көп тап, адал еңбек. Қай кәсібіңде адал болу керек. Ал енді саған міне айналайын. Сен де менің баламсың. Сенің барлық өмір жолың көз алдында өсіп келе жатсың. Осы кәсібіңнен тайма қара. Енді Алла сенің сол өзінің қабілетің, басқан, соның арқасында міне болашақтың программасы бойынша шетелге, Америкаға барайын деп жатсың. Еңбегің жемісті болсын. Естау екеуің бақытты болыңдар. Мен енді өмір сүрмеймін. Бір 15 жылдан кейін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрі ретінде көргім келеді. Сенің қабілетің де жетеді. Ақыл ойыңда жетеді. Енді жаңағы бәрін біліммен ұстап тұрса, соның бәрі орындалады қарағым. Мен соны тілеймін. Көре алмай кетсе, балдар көреді. Сол жолдан тайма. Қай жұмысты сен де адал бол, жақсы бол. Айналайын. Мына қаларың оң болсын, өркенің өсе беріңдер, аман бол. Мына бүгінгі осындай әңгіме өткізіп, бір естелік қалатындай үлкен нәрсеге саған көп адалық рахметіміз, алғысымыз шексіз қарағым. Бақытты бол. Осымен біздің подкастымыз, немесе басқаша айтқанда интервьюіміз тәмам. Бүгінгі келген атама және әжеме көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, осы жаққа келіп, уақыттарыңызды, жаңағыдай қымбат уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет. Ата әжені қазір ұстау оңай емес, асы тұрады, одан тойы тұрады деген сияқты. Сондықтан да көп рахмет. Жақсы, саған рахмет. Жақсы. Жақсы естелік болды. Иә. Жарайды, жақсы.